спиральді динамикасы және педагогика. Бұл енді өткен ғасырдың 60 жылдарынан бастап зерттеліп келе жатқан нәрсе, бірақ бір мәселе бар. Бұны мекемелерді басқаруда, үлкен кәсіпорындардың басқаруын жылдамдатуға, соны оңтайландыруға көп нәрселер істелінген, бірақ педагогикаға қатысты ешқандай зерттеу жоқ. Соған байланысты бұл жерде көп нәрсе анық емес. Соны енді педагогикаға қатысты қалай пайдалануға болады деген бұл сіздерге бір информацияны беру ғана емес, ой бөлісу ғой. Мүмкін әркімде бір ой туар, мүмкін дәл қазір тумаса да кейінірек туар деген сияқты. Енді оны педагогикада қалай қолдануды кішкене ойлау үшін мынаны қысқаша айтып өтуге тырысайық. Әрине аз уақыттың 30-40 минуттың ішінде бұны толық беру мүмкін емес. Сонда да енді бұл идеяның негізгі авторы Клэр Грейвс деген профессор, кейін оны Донбек деген оқушысы зерттеген. Қазір сол Донбектің бұны зерттеп практикада қолданып келе жатқанына 50-60 жылдай уақыт болып қалды. Бұл тарихтың, жалпы табиғаттың, адамның жеке өміріндегі, жеке психологиясының бәрі не ортақ бір заңдылықты көрген ғой Грейвс. Сол заңдылықты кейін Донбек әртүрлі практикада қолданған. Үлкен завод, фабрикалардың жұмысын жақсартуда, адамдарды мотивация жасауда, мысалы бәріңіз білесіздер, кейде балаларыңызға бір нәрсені айтып жатасыздар, ол басқа бір нәрсені айтып жатады, бір-бірлеріңізді түсінбейсіздер. Кейде қасыңыздағы адаммен сіз бір нәрсені айтып жатасыз, ол оны мүлде түсінбейтін кездері болады ғой. Солардың бәрінің бір-бірін адамдардың түсінбеуі, біреуді мотивация беретін әрекет басқа бір адамға мотивация бермейді. Соның бәрінің өзінің заңдылығы бар екен, өзінің құпиялары бар. Енді Донбек соның бәрін практикада қолданып көрген, тек қана педагогикадан басқа жердің бәрінде. Бұны ең алғаш 2003 жылы Қазақстанда банкте істеп жүрген кезде біз шақыртып, сол банктың жұмысында қалай мотивациялауды біраз істеп берген. Сол кезде танысып, сол кезде мені таңғалдырған осы теория. Кейін осы мектепке келгеннен кейін педагогикада қалай қолдануға болады деген ой бастан кетпей қойды. Енді соны бөлісіп көрейін дегенім ғой. Бұл қарап тұрсаңыз, табиғатта бәрі спиральді заңдылыққа бағынады. Кезілген қозғалыстар, көптеген заңдылықтар. Енді осында біз мысалы қысқаша тарихпен жеке бұл адамның ойлау парадигмалары. Яғни бұл адамның қабілетіне, ақылына, біліміне қатыссыз нәрселер. Бір парадигма, екінші парадигмадан артық деуге болмайды, немесе кем деуге болмайды. Енді тарихта осыдан 100 мың жыл бұрын адамзат жаңадан пайда болады деп есептейтін болсақ, сол кезде ең басты сұрақ қандай болды? Ең басты мәселе, мысалы, тірі қалу болды. Ол кезде бәрі айналадағы түсініксіз, тек қана адам ертеңін ойламайды, өткен шағын ойламайды, тек қана сол күнмен, сол күнгі тамақ табумен, аман қалумен ғана өмір сүреді. Ал жеке тұлғаның басында, жеке адамның өмірінде оның аналығы, мысалы, жаңадан туа салған кезі, айналада бәрі түсініксіз, тек қана инстинкті, қарны ашады, тамақ ішкісі келеді, болды. Енді осының мұғалім үшін аналығын қалай деп айтуға болады, қалай ойлайсыздар осы жерде? Енді менде бір ой бар, бірақ оның дұрыс болмауы да мүмкін. Мысалы, өздеріңіз айтып көрсеңіздер, мұғалім үшін бұл қандай деңгей, қандай түс? Жоқ, онда басқа болып кететін еді. 20 мың жыл болды ма? Жоқ, енді бүкіл, мысалы, тарихи тұрғыда ол 100 мың жыл бұрынғы адамдардың тек қана тірі қалу үшін жұмыс істеуі. Жеке адам үшін жаңадан туа салған кезі. Ал енді мұғалім үшін, мен ойлаймын, жерде айтуға бола ма? Мысалы,
педагогиканың шығуында Сократтың үлесі зор ғой. Иә. Ол мысалы адамдар жинап алып ақиқатты іздеп көрген. Иә. Немесе адамдарда дұрыс пікір қалыптаспағандықтан соны дұрыс бағытқа жаңағы өзі ой таластыру арқылы бір ақиқатқа жетуге тырысқан. Мен ойлаймын, ол ақиқат үшін жаңағы ең бастапқы ұстаз дұрыс нәрсеге жетелеу. Жоқ, ол жақсы ғой. Ол бірақ белгілі бір этаптан өтпей адам ана сен айтып жатқан сияқты этаптарға жету мүмкін емес. Ол әйтеуір амалсыз жұмыс істеу. Жалақыдан жалаққа жұмыс істеу парадигмасында жүрсе, өзінің ойлау парадигмасы. Ол жаңағы тарихтағы выживание, тірі қалудың парадигмасына сәйкес деп ойлаймын да, амалсыз жүруі. Ал оқушы үшін амалсыз оқу әйтеуір үйден ата-анасы қуып жібереді мектепке барды. Мектепте әйтеуір ілініп салынып жүру. Ол мектептен шығып қалмаса болды. Ол кездегі ең негізгі сұрақ мектептен шығып қалмау. Мұғалімге әйтеуір жұмыстан шығып қалмау, әйтеуір істеп жүру парадигмасы. Бірақ бұл керек белгілі бір деңгейде. Бұндайды, бұл парадигманы қоңыр парадигма деп атаған. Бұл түстің не қоңыр дейтін ол басқа сұрақ, бұл жерде ол маңызды емес. Одан кейін енді тарихи дамуда адамдар топтаса бастады. Аспанда күн күркірейді, найзағай жарқылдайды, сол кезде біреу дұға оқиды, бірдеңкеге сиынады, сол кезде анау тоқтап қалады, екі ортадағы байланыс деп ойлайды. Яғни мен сиынғандықтан ана күн күркіреген тоқтап қалды деп. Сол кезде ритуал, ырымдар пайда бола бастайды. Ол кезде шамандар, бақсылар пайда бола бастайды. Сол кезде кейбір салт дәстүрлер пайда бола бастайды. Бұл жаңағы тарихтың келесі кезеңге өтуі. Бұл сыртқы жағдайларға байланысты. Ал жеке адамның тұлғасында ол жаңағы айналасындағы бірнеше ай болған кезде айналасындағы ата-анасынан күш көру, өзінен күшті бір тұлғалардың бар екендігін көруі, жылайды, сол кезде емізеді, яғни мен жыласам мен емізеді деген заңдылықты көреді деген сияқты ритуалдың басы. Басқа күшті сезіну. Ал ұстаз үшін ол қалай ілесті? Бұл жаңағы басқаларға ілесу ғой. Ана кімде ілесін статистеп жатыр екен, мен де істейін деп істей салу. Басқаларға ілесу парадигмасы. Ал оқушы үшін де ол басқалармен араласу, жаңағы анаумен әңгіме айтып қайтайын, бүгін сол үшін барайын деген сабақтағы ең негізгі ойы сол болады, доминантты. Киноға бірге бару деген сияқты. Бұның бәрі негізі жаман деген сөз емес, бұл этаптан адам өтіп барып, жаңа келесі етапқа ғана өте алады екен. Одан кейін бұндайды күлгін парадигма десек, келесі жолы, мысалы тайпалар тарихта бір тайпа мен екі тайпа бір жақсы жерге таласып қалады. Сол кезде кім күшті сол жеңеді. Сол кезде лидерлер пайда бола бастайды. Олар жаңа өзі ырымға онша сенбейді, бірақ халықтың тілінде жаңағы ырымға сенетін адам сияқты сөйлейді, бірақ өздері сенбейді. Көп елді басқару үшін. Ол жерде ең негізгі сұрақ кім мықты, көшбасшылық пайда болады. Жеке тұлға үшін бұл жерде кім мықты деген сұрақ, біреуден озу, тек қана озу, басқа жағы маңызды емес. Ал ұстаз ретінде бұл жерде кішкене түсініктірек, бұл жерде жарыс, жалақы, титулдың маңыздылығы. Бір жарысқа қатысса, ең бастысы орын алу, жаңағы бір не деген сияқты, грамота алу деген сияқты, сол нәрсе маңыздырақ болады бұл жерде. Ал оқушы үшін де осыған ұқсас нәрсе. Жарыс, бағаның маңыздылығы. Енді оқушы үшін, мұғалім үшін деген сөз бұл жерде ашық сұрақ әрине. Бұл жай ғана менің версиям, бұл қате болуы мүмкін. Сіздер мүмкін басқа нәрсесін ұсынуларыңызға болады. Бұны қызыл түстейік. Енді келесі парадигмада тарихи жағдайда қорқыту арқылы адамды басқару мүмкін емес екендігін кейбір адамдар түсіне бастады. Сол кезде оларға идея керек болды, көп елді басқару үшін. Сол кезде дін пайда болды. Бір жерде мұсылмандық, бір жерде христиан, бір жерде буддизм деген сияқты. Сол арқылы басқару, бір ереже, кодекс арқылы басқару оңайлады. Жеке адам үшін бұл ата-ананың тәрбиелеген кезінде пайда бола бастайды бұл түс. Бір 2-3 жасқа келген кезде мынау болады, мынау болмайды деп. Бұл жердегі жақсы нәрсе тәртіп, дисциплина, ал жаман нәрсе ережеге қатып қалу. Ереженің шеңберінен шықпай қою. Бұл жерде жаңағы мысалы мұғалім үшін де тек қана ереже, бұлай отчетты дұрыс жазу, суреттерді орнына қойып, бәрін ойдағыдай өткізу. Сол маңыздырақ шын мәнінде сападан гөрі.
сондай парадигма. Енді оқу үшін жаңа мұғалімнің айтқанына бағыну, үй тапсырмасын орындау, жаттап үйрену мағынасы маңызды емес. Оны судыратып айту маңыздырақ деген сияқты. Есепті шығару маңызды, ол не үшін шығарып жатыр, ол қайдан келген, ол маңызды емес бұл парадигмада. Бұл көк парадигма. Енді одан кейін көп адам ережеге қатықпаса көп алға қарай жету мүмкін емес екендігін түсіне бастайды. Ережені кейде айналып өту керектігін ойлай бастайды. Көп жерден догма көреді. Сол догмаға бағынбау үшін көп жағдайда капитализм пайда бола бастады. Бір мемлекетте әртүрлі жағдай болған кезде кәсіпкерлік пайда бола бастады. Бұл жерде ең бастысы нәтиже деген парадигма. Бұл жерде жеке адам тәуелсіздікке ұмтылады. Балалар жаңадан 14-15 келген кезде ата-анасына тәуелсіз болғысы келіп, өз ақша тапқысы келіп, істей бастай білуі, сол кезде егер сол жерден жақсы өтсе, сол кезде осы жақсы қалыптаса бастайды. Енді ұстаз ретінде бұл жерде даму, жарыс, бірақ титул маңызды емес. Бұл жерде жарыс, қызыл түсте титул маңызды болса, бұл жерде титул онша маңызды болмайды. Ал оқушы үшін, оқушы өз бетінше үйренуі ғой, мұғалімге тәуелсіз бір тақырыпты біліп, өзі дайындалып, өзі үйрене білуі. Бұны енді қызғылт түс деп атайық. Содан келесі жолы көптеген жаңағы тарихи жағдайларда көптеген капиталистер, көп ірі бизнесмендер мына түстердің ешқайсысында адам толыққанды қанағаттанбайды. Әйтеуір бір нәрсе жетіспей тұрады. Қанша нәтижеге жетсе де, сол кезде көптеген жаңағы бизнесмендер керісінше кері позицияны ұстанып кетеді. Бұрын тек қана қызғылт түсте ең бастысы нәтиже болса, одан кейін бөлісу сұранысы пайда болады адамның бойында. Алдында ешкіммен ештеңені бөліспейтін қасқыр позициядан басқа біреумен бөліскісі келетін позицияға ұмтылады. Сол себепті жаңағы үлкен көптеген ірі капиталистер, ірі кәсіпкерліктің жоғары шыңына жеткен адамдар қамқорлық, қайырымдылық қорын аша бастайды. Басқа түстегі адамдар одан бір подвох көреді. Оны бизнес деп ойлайды. Ол бірақ шын мәнінде шынымен істеп жатуы мүмкін. Бұл ал жеке тұлға үшін де бұл жаңағы басқалармен жаңағы бөлісу, тыңдай білу, бәрінің правасы бірдей деп ойлау. Егер мысалы жасыл позициядан осындай, бұны жасыл түс дейміз, осы түстегі адам басшы болса, барлық адамды тыңдай біледі. Минусы барлық адамды тыңдай білсе, көп қатардағы адамдар бүкіл картинаны көрмей қалады ғой. Әркім әр жаққа тартып кетуі мүмкін деген сияқты. Ал мұғалім жасыл позицияға түссе еркіндік береді. Еркіндік береді. Ол жағдайда жақсы жері бар, жауапкершілігі жақсы оқушыларға ол жақсы, бірақ жауапкершілігі төмен оқушылар ол жағдайда босаңсып кетеді деген сияқты. Яғни әр парадигма идеальный емес. Тек өзінің жақсы жері бар, жаман жері бар. Ал оқушы үшін басқа оқушыларға түсіндіру, мұғалімнің жаңағы айтуынсыз ақ өз еркімен түсіндіруі ғой. Бұларды мысалы жасыл түсті дейді. Мемлекеттен асақ бұрын мысалы Совет үкіметі көк түсті мемлекет болды, бірақ қызыл түсті басшылар болды. Үлкен компартияның басындағылар, олар мысалы коммунизмге сенген жоқ, олар ең бастысы билік болды. Бірақ халық көк түсті болды. Бірақ халыққа олар көк түс арқылы сөйледі. Ал қазір мысалы Европа мемлекеттерінде Швеция, Скандинавия мемлекеттері жасыл түсті мемлекеттер деп атайды екен. Америка мысалы қызғылт түсті мемлекет деген сияқты. Одан кейінгі парадигма ондай мемлекет әлі жоқ, ондай қоғам, бірақ жеке адамдарда пайда бола бастаған. Жеке тұлғада барлық парадигманың түрінде сөйлей білу, тілінде сөйлеу. Ал ұстаз ретінде қажет кезде еркіндік беру, қажет кезде автократия қолдану. Соны ажырата білу. Тек қана еркіндік болса, жауапкершілік жоқтар босаңсып кетеді, тек қана қатаң ұстаса, творчестволық энергия дамымай қалады. Ал бала үшін, оқушы үшін баға маңызды емес, ең бастысы шынайы білім алу маңызды болады ол жерде. Ол жерде алтын белгіге бітіру маңызды болмай қалады. Ол жерде кезілген үйренген нәрсені жаттап емес, неге солай деген, неге осы заңдылық орындалады деген нәрсе маңызды болу. Егер бұл түске, бірақ бұл жердегі ең басты заңдылықтың ең басты қасиеті, мысалы мұғалім баға маңызды емес, ең басты мағынасын түсініңдер деп айтса, қызыл түсті оқушыға ол жарамай қалады. Қызыл түсті оқушыға баға маңызды. Ол сол этаптан өтіп, әрқайсынан өтіп сары түске келуі ғой ең соңынан.
Мысалы қарапайым осыған байланысты мысал келтірейік. Жаңа Донбектің өзінің айтқан мысалы, бір Америкада бір колледжде бір проблема болады. 70-ші жылдары. Ол кезде кафель ештеңке деген жоқ. Колледжде жаңа ұлдардың туалетінде оқушылар стенаны былғап тастайды. Стенаға ана кіші дәретке отырып тастай береді да, ал колледждің әкімшілігі оған штраф салады, ұрсады, күзетші қояды, қайта-қайта ремонттайды, мәселе шешілмейді. Содан кейін Донбекті шақырады солар. Жаңа Донбек келеді да, бір 2-3 күн жүреді. Содан кейін ең бастысы Донбек олар не себепті қай тұс арқылы стенаны былғайтынын түсінеді. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Олар балалар не себепті стенаны былғап тастайды? Олар содан кейін олар ең бастысы Донбектің анықтағаны, олар кім мықты деген сұраққа байланысты былғайды екен. Оқушылардың көбі қызыл түсте болады. Яғни кім биікке шаптырады, сол жеңеді деген сияқты. Сөйтіп алады да, Донбек алады да, мишен сатып алады. Сол мишенді сол туалеттің конструкциясына байланысты бір жерге қойып қояды. Сол кезде оқушыларда сол сұрақ туындай береді. Ол кім жаңа 10-қа тигізеді деп жарысады. Сол кезде стена былғанбайды екен. Сөйтіп мәселе шешіледі. Ал алдында администрация оны көк тұс арқылы шешпек болған. Мораль арқылы үйтуге болмайды, ол дұрыс емес деп. Ал қызыл түсті оқушыны ол администрацияның дұрыс емес дегені қызықтырмайды. Мұғалімнің бұлай істеуге болмайды деген қызықтырмайды. Ол жаңа қызыл түсте болды. Сонда жаңа көк түспен қаншама күшпен шешуге болатын еді бұны. Ал қызыл түсті сұрақ арқылы оп-оңай шешіле салды мәселе. Енді тағы бір мысал келтірсек. Мысалы, мен бастықпын дейік бір жерде. Қарамағымда бір мұғалімдер бар. Мен бәрі лисин стадия өткізесіңдер дейік. Сол кезде, мысалы, қоңыр түсті болса, әтір өткізу керек деп, бірдеңке өткізу керек болады оған. Күлгін түстіге, басында мәулет өткізіп жатыр ғой деп өткізу, кішкене мотивация береді. Жаңа қызыл түске, жаңағы осыны өткізіп, мені өткізді деген нәрсе әйтеуір көзге көрініп тұрса болды деген маңызды болады. Көк түстіге жаңа оны өткізіп, суретке түсіріп, жақсылап отчетін жасау маңызды болады. Ал қызыл түске содан бір нәрсе үйрену маңызды болады. Ал жаңағы жасыл түске осыдан басқа оқушыларға, басқа мұғалімдерге көмек көрсету маңызды болады. Ал сол кезде мен мұғалім, жаңа қарамағымдағы мұғаліммен егер жасыл түсті немесе сары түсті мұғалім болса, одан қайтсең де осыған отчет жазасың десе, ол мұғалімді кері мотивация береді. Одан отчетты алғызуыма болады, бірақ ол екінші рет ішінен ойлауы мүмкін. Екінші рет лисин стадия істесем, мен осыны жасырын түрде істеймін деп ойлайды, айтады да ол. Ал қызыл көк түсті мұғалімнен отчет сұрамай қойсам, ол екінші рет істегісі келмей қалады. Одан керісінше отчет сұрауым керек. Қызыл түсті мұғалімді осы үшін мақтап қоюым керек деген сияқты ғой. Мысалы, сонда бір адамға бір мотивация беретін, бір оқушыға мотивация беретін бір нәрсе басқа оқушыға жарамай қалады. Сонда мен қызыл түсті оқушыға баға арқылы мотивация жасатуым керек. Жаңағы сары түсті, қызыл түсті оқушы болса, одан бір нәрсе үйренетінге байланысты мотивация жасауым керек деген ғой. Бұның бәрі әзірше оқушыға қатысты жай ғана версиялар. Енді осыған байланысты сіздермен ой бөлісіп көрейін дегенім ғой. Бұл ойларым дұрыс емес болуы да мүмкін. Иә. Бұл жерде дифференция саралау, яғни сонда бір ой келетін гипотеза, мүмкін саралау, біз тапсырманың қиын оңайлығына байланысты саралаймыз. Мүмкін саралау тапсырманың қиын оңайлығында емес, қай оқушы қандай ойлаудың парадигмасында соған байланысты сараласақ, мүмкін идеальный саралау болатын шығар. Қызыл түсті оқушыға соған сәйкес тапсырма керек. Ол тапсырма қиын оңайлығы ол жерде маңызды емес, өзіне сәйкес. Бір оқушы өте қабілетті болып, өте білімді болып, бірақ қызыл түсте болуы мүмкін. Бір оқушы базасы әлсіз болып, бірақ жасыл түсте болуы мүмкін. Сонда саралауда ол қандай парадигмада соған байланысты беру керек шығар, мүмкін деген бұл жерде сұрақ қой. Иә. Енді бұл жаңа айттым, тек қана жай ой бөлісу, ой салу,
сіздерде бір айтылатын ойлар болса, соны тыңдап көру. Иә. Иә. Енді мен практикада ана пенсионный фондта істеп жүргенде, банкте істеп жүрген кезде максимально қолдануға тырысып нәтижесін көріп жүрдік. Енді педагогикада тырысып жүрмін, бірақ іске асып жатыр деп айта алмаймын. Педагогикада әлдеқайда қиын сияқты. Мүмкін оңай шығар, біз тетігін таппай жүрген шығармыз, оны білмеймін. Иә. Жоқ, соңғы екеуін өзім айтқаным. Мына тарих пен тұлға деген ол әбден зерттелген нәрсе. Ал ұстаз бен оқушы деген жай ғана менің ойым. Адам түсін анықтау үшін, мысалы, қарамағындағы адам болса, оқушы болса, оның әрекет арқылы анықтау мүмкін емес. Не себепті соны істеп жатыр, соны анықтау мүмкін. Жаңа айттым ғой, lesson study істеп жатса, оны не үшін істеп жатыр? Оны үйрену үшін істеп жатса, не сары түсті болады, не қызғылт түсті болады деген сияқты ғой. Оны отчет үшін істеп жатса, ол көк түсті болады. Оны әйтеуір амал жоқ істеп жатса, ол қоңыр түсті болады деген сияқты ғой. Иә. Сонда неге, не себеп, неге деген сұрақ бұл жерде ең негізгі сұрақ. Иә. Егер жеке адам өз дамығысы, өзін-өзі бағалау керек, егер бастық болса, қарамағындағы адамды бағалау керек қой. Соға сәйкес тапсырма беру керек. Жаңа Домбектің ғажабы, ана компанияларды бірден жұмысын іске өркендетіп жіберетіні, компанияға келеді де, кім қандай түсті, сол компанияның басшыларына анаға мынандай тапсырма керек, мынаға мынандай тапсырма керек деп тапсырманы бөліп береді. Сонда адам өзінің табиғатына сәйкес тапсырма алған кезде кез келген адам құлшынып жұмыс істейді екен. Сонда бір адам жұмыс істегісі келмейді деген сөз, ол адам өзіне сәйкес, өзінің парадигмасына сәйкес тапсырма алмай тұр деген сөз сонда. Ал кез келген ең халтурщик деген адамның өзіне сәйкес тапсырма берсе, ол құлшынып тұрып істейді екен, шын мәнінде. Ол инструментті тек қана неге деген сұраққа қалай жауап бергеніне байланысты, бұған навык керек сонда өлшеу үшін. Жоқ, ол белгілі бір тесттер солар бар ғой, бірақ онда кішкене формуланы бере салып адам математиканы үйреніп кетпейтін сияқты, біраз оған дағдылану керек та, бірден адам үйреніп кете алмайды. Біз оқушының темпераментінің түсін қалай анықтай аламыз? Енді оқушыға сол бір тапсырманы, бір нәрсені не үшін істеп жатыр, мынау жарысуға анадан озу маңызды ма екендігін, немесе мынаған ана формуланың мағынасын түсіну маңызды ма? Психологтарға жүгінуіміз болмайды. Дұрыс қой, бірақ мысалы, дұрыс дамыған бала 18 жасқа дейін осы түстің бәрінен өтіп кетеді екен. Иә, бұл жерде жаңа Маслоумен көбі басында бір қарағанда Маслоумен мынау бірдей нәрсе деп ойлайды, бірақ одан мүлде басқа нәрсе екен. Егер тереңірек зерттеп практикада көрген кезде Маслоуның пирамида бұл динамика. Бұл бір түс барлық адамның бойында қатар жүреді, кейде кері кетеді. Тек секіріп өте алмайды. Ең басты принципі бұл жерде бір түстен екінші түске секіріп өту мүмкін емес. Тек қана ретімен өте алады. А секірсе қайтып кері кетіп қалады. Біз аяқталып қалды. Енді ары қарай жаңағы кофе брейк жасап, жаңағы келесі этабымызға көшсек, осымен мен айтайын деген әзірше болды. Ары қарай мына информациялар қазір кітабы бар. бір нәрсе шығу керек қой. Иә, жоқ, менікі әзірше уақыт тығыз болып тұр әлі. Негізі айтатын нәрсе, бұны мысалы 3 күн тоқтамай айтуға болады жалпы. Әзірше кіріспесін басын ғана айтуға тырыстым. Ана интернеттен спиральный динамика Грейвиза деп есептесеңіздер, біраз информация шығады, өте көп емес. Жаңағы бұған байланысты кітап бар, бірақ бұны жаңағы үнемі қолдану арқылы ғана кішкене
нетуге болады, иә. Бастап кетіп жүр ойлап қаламын. Жоқ, ол қосқанның несі тұр ғой, оның бірінші ортаға идея тастап тұр, қазір ешкім қосылып жатқан жоқ. Адамдар енді түсінбей жатыр.